Жаңа iOS 26 шықты. Неке түнін асыға күткен жігіт сияқты көп күттік. Сонымен бұрынғыдай iOS 18, 19, 20 деген болмайды. Енді iOS-тың номері жылдың атауымен аталады. Бірінші маған ұнағаннан бастайын, камераның иконкасы да интерфейсті өзгергені. Келісемін, басында түсініксіз болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе бәріне ұнап кетеді. Галереясында тағы да үлкен өзгеріске ұшырады. Бұған үйрену үшін инструкция емес, психолог керек болады. Себебі жүйкеңді тоздыруы мүмкін. Бірақ маған өзгерісі ұнады. Контактісі өзгеріске ұшыраған, бас жағында маңызды адамдардың контактісі тұрады, қолдануға ыңғайлы болады деп ойлаймын. Сонымен қатар көз тартатын мөлдір негізгі экран жазсаң болады, және мынандай үшті сурет қойсаң да болады. Мынау енді айтсам сенбейсің деген әңгіме болып тұр. Одан соң Қазақстанда жұмыс істемейтін видео хабарлама кезінде тілді аударып беріп отыратын жасанды интеллект және visual intelligence функциялары. Енді бұлар тойда айтылған тілектер сияқты ешкім есінде қалмайды, сондықтан да айтпай-ақ қойын, Қазақстан жұмыс істемейді бұлар. Ал сіздерге жаңа iOS ұнады ма, комментарийға жазыңыздар, және видеоны iPhone-ы бар достарыңызға жіберіңіздер. Рахмет баршаңызға.